Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте оңай және дәмді рулеттің бисквиттерін жасайтын боламыз. Ал сіздер менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Рулеттің бисквитін жасау үшін біз керек затымыздың бәрін дайындап аламыз. Жұмыртқа мен қантымызды осындай миксердің көмегімен аппақ етіп ағарғанша, қантымыз ерігенше айналдырып көтеріп аламыз. Жұмыртқа мен қантымыз осылай аппақ болып көтерілді. Онымен қопсытқышты бөлек араластырып аламыз. Содан кейін ғана жұмыртқа мен қанттың үстіне осындай силиконовый лопатканың көмегімен жұмыртқамызды үстінен астына айналдыра отырып, онды аз-аздан қосамыз. Араластырған кезде аса мән беріңіздер, тез қатты араластырмаңыз, ақырындап осылай үстінен астына қарай араластырыңыздар. Сосын осындай листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, дайын смесімізді құйып, жайып 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Достар, егер сіздер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Менің арнамда басқа да оңай және тез жасалатын дәмді рецепттерді таба аласыздар. Мінекей бисквитіміз пісіп шықты. Шетін кесіп, осылай орамал дайындап қойыңыз, соған осылай аударып қоямыз. Сосын астындағы пергамент қағазын шешіп аламыз. Бисквитімізді ыстықтай осы орамалға рулет етіп ораймыз. Суығанша осылай орамалда оралып тұрады. Бисквитіміз суыды, ашып, орамалдан бисквитті пищевой пленкаға негізінде аударып қою керек. Мен мына жерде дұрыс қоймадым. Аударып қойғаннан кейін өз қалаған креміңізді жағып, рулет етіп орап, рулет жасайсыздар. Мен шоколадный крем жақтым. Сіздер де қалаған кремдеріңізді жағыңыздар. Кремді жағып, рулет етіп орап, 2-3 сағатқа холодильникке қойып қойыңыз. Мінекей мен орағанда байқасаңыз, пищевой пленкаға кішкене жабысып жатыр, себебі бисквитті дұрыс қоймадым. Осылай орап, пищевой пленкада тұра берсін, жауып, осылай 2-3 сағат қойыңыз. 2-3 сағаттан кейін алып, рулетімізді өз қалауыңыз бойынша әрлеп, қалаған ыдысыңызға салып, ұсына аласыздар. Осылайша жасап көріңіздер, рулеттеріміз өте тез жасалады, дәмді болады. Алда жаңа жыл келе жатыр, жаңа жылға да әдемі дастарханның сәнін ашады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.